жаназаға барасың, жылағандарды жиі көремін. Ең көп жылағандарды көргіңіз келсе, имамдардан сұраңыздар. Адам не үшін кімге қатты көп жылайды? Баласы өліп қалғанға жылайды ма? Мен сіздерге айтайын, жер бетіндегі ең ащы дауыс ата-анасы өліп қалғанға жылайды. Ең жай жылау емес, ата-ана кетеді ғой бәрі. Бірақ соның ішінен ең ащысы қадіріне жете алмаған баланың жылауынан артық жер бетіндегі жылау жоқ. Мен жаназаны бүйтіп шығарып қойып, марқұм мамасы папасына айтып, балалар жылап тұрады, балаларына бүйтіп қараймын ғой, не болды, не түсіндіңіз? Мен ақымақ екенін түсіндім дейсіз. Маған ұрысқан сайын жыным келеді, маған ақыл үйреткен сайын жыным келеді. Бірақ мен қазір түсіндім, соны айтатын адам жоқ дейді. Мына телефоныңызда мама деген контакттан бір күні сіздерге звонок келмейтін болады. Папа дегеннен звонок келмейтін болады. Тоқтайды.